Есек. Есек өте бейнетқор жануар. Тұрқы кішкентай болса да, күші көп. Сондықтан ауыр жүк көтере алады. Есекті қорлауға болмайды. Ол қырсықса, орнынан қозғау қиын. Есектің құлағы ұзын, құйрығы қысқа. Ал аяғы темірдей қатты. Оны арбаға жегіп, шөп тасиды. Арбаға жегу үшін доға, қамыт, ершік, божы, жетек керек. Есекті мінсең көлік, жексең күш. Оның түсі әртүрлі болады. Ақ, қара, қоңыр, қара көк. Бірақ тұмсығы әрдайым ақ түсті. Енді балалар, тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырма. Бұл мәтіннің қай түріне жатады? Екінші тапсырма. Аяғы сөзіне дыбыстық талдау жаса.